Ғафу Қайырбеков, қазақ халқының даңқы ұлы атақты ақыны. Ол 1928 жылы 15 тамызда Торғай облысы Жангелдин ауданының Торғай қаласы дүниеге келген. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын бітірген. Оқудан кейін Қазақ мемлекеттік баспасының поэзия редакциясын басқарды. Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторын алмастырды. Жазушы баспасының поэзия бөлімін басқарды. 1968-1973 жылдары Қазақстан жазушылар одағының поэзия секциясын басқарды. Кейінгі жылдары Жұлдыз журналының бас редакторының орынбасары болды. Студенттік жылдары Ғафу өзінің алғашқы өлеңдерін жариялады. Олар сол кездегі жазушылардың 10 бағасын алып, қолдауына ие болды. 1954 жылы жарық көрген жас ақынның алғашқы өлеңдер жинағы Құрдастар деп аталды. Содан бері оның өлеңдерінің жинақтары жыл сайын шыға бастады және өз оқырманын тауып жатты. Ғафудың өлеңдері әуезділігімен, терең ойлығымен, шынайылығымен таң қалдырады. Олар лиризммен және эпикалық ауқыммен ерекшеленеді. Өз шығармаларында Қайырбеков халық поэзиясын ең үздік дәстүрлерін ұстанды. Жер астындағы жұлдыздар, қанаты жылдар поэтикалық жинақтары. Жұлдызды тағдырлар 2 томдағы жарық көрді. Соңғысы ақын шығармашылығындағы ерекше шын болды. Ол үшін 1980 жылы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағына ие болды. Оның жазушылық дарыны да назардан тыс қалмады. Оның Ақжелкен, Үш қиян және басқа да шығармалары жұртын сүйіп оқитын туындыларына айналады. Қайырбеков сондай-ақ талантты аудармашы болды. Ол Байрон, Пушкин, Блок, Есенин, Лермонтов және басқа да сөз шеберлерінің шығармаларын қазақ тіліне аударды. Қайырбеков ұлы Абайдың Жансүгіров, Торайғыров, Сейфуллиннің лайықты мұрагері саналады. Оның замандастарының ерлік еңбегін, отаншылдықты, интернационализмді, халықтар достығын дәріптейін шығармалары 40 жылдық шығармашылық жұмыстың нәтижесі болып табылады.